Ичо жұмыс тұр, күте тұрсын. Өлдіңдер ма ақша деп. Біз қазір сбордың видеосын түсіреміз. Түсіндірдіңіздер ғой, иә? Елан ағамызбен Гүлайым әпкеміз. Кешірім сұраймын, Рамазан бізді шақырып жатыр уже. Жоққа бір видеосы бар, қарекет келіп тұрды. Сбордың видеосын түсіріп сосын не істейміз. Енді қазір аға сырқаттана ма? Паркинсон аурумен ауырады ғой. 7-8 жыл болды мен ауырып отқанымыз. 5 балам бар. 5 балаңыз. 10 жылдай бері сол жалдама пәтерде тұрамыз. Кешіріңіздер, жаңа айтып едім, Рамазан съемкаға шақырып жатыр деп. Айтшы, не сөйтесіз? Жоқ, мен уже айттым ғой уже. Қазір 5 минут бара тұршы, өтініш, пожалуйста. Кешірім сұрайым. Қайдан ақша табасыздар, кім жұмыс жасайды? Садикте жұмыс жасаймын, өзім ғана. Отағасы үйде ғана отырады. Арманымыз сол үйіміз болса, осы балаларымыз өз үйлерінде ойнап күліп жүрсе дейміз. Қыздар, жігіттер ескертілді қойып басталады съемка деп. Қанша күтемін әлі? 100 адам күтіп тұр, съемка жасай алмай тұрмыз. Жоқ, 100 адам күтсін, неқта ты чоқ, қараса сен? Жұмыс тұр ғой бізде де енді. Өлдіңдер ма ақша деп, үйсіз күйсіз отқан адамдар. Үй жоқ па не? Кім айтты үйлері жоқ деп? Бар ғой бұл кісілердің үйі. Бар ғой сіздердің үйлеріңіз. Алланың қалауымен мінекей. Бұл кішігірім біздің атымыздар. Франк болатын аға әпке, бүкіл қазақ елі жұмылып, керемет кең сарайдай баспана сыйлап отыр. Аға, құтты болсын. Енді сіздердің кең сарайда үйлеріңіз болады. Құдай қаласа, сол үйден осы балаларыңыз өсіп өнеді, Құдай қаласа. Рахмет сіздерге. Ең әуелі Аллаға қарекет қорда халқыма мыңда бір рахмет айтамын. Қарекет қорының 60 күнде 60 баспана атты тамаша жобасының алғашқы баспанасы бүгін мінекей Ерекеңнің отбасына табысталды. Енді қазір сол баспанаңызды көресіздер енді, орналасасыздар. Мен де барайын дедім, түсірілім болып тұр. Құдай қаласа, түсірілімнен босағасы шай қойып қоясыздар ғой. Қарекет жасай берсін. I love you. Қарекет forever. Қазақ елінің арқасында енді інілерімнің, қарындастарымның жеке бөлмелері болады. Қазақ елі сіздердің арқаларыңызда. Баршаңызға рахмет. Кемпел қазағыма мың алғыс. Қарекет халықтың қоры. Ассалаумағалейкум, армысыздар, бармысыздар. Қазақ футбол әлемінің шын жанкүйерлері менен жанашырлары, назарларыңызға Қазақстан премьер лигасының 19 тур аясындағы матчын ұсынамыз. Ақтөбе мен Оқжетпес арасындағы кездесу. Қазір бір өте әсерлі жағдай орын алмақ. Құрметті аққызылдар, Қарекет қорының 60 күнде 60 баспана акциясы аясында 8 баланың әкесі Жұмагулов Айбос Орынғалиұлының отбасына халықтың аманатын табыстаймыз. Қарекет қорының атынан баспанаға ие болып жатырған 8 баланың әкесі Айдос мырза, сіз үшін қуаныштымыз. 7 баласы дәл қазір Ақтөбе футбол командасының жанында тұр осы жерде. Сіздердің алдарыңызда, құрметті достар. Ойда жоқты. Ал алаңда пас берген ойыншы кім дейсіздер ғой? Жас бүлдіршін, ол Жұмағұлов Айдос Орынғалиұлының баласы. Қарекет қайырымдылық қоры 2017 жылдан бері жұмыс жасайды. Қор бүгінге дейін 1700-ден астам отбасының баспаналы болуына мұрындық болып отыр. Кілтіңізге тағы құтты болсын. Әрбір әйелдің арманы кухня, стол, стульясымен. Рахмет. Әрине жатыр. Сіздің өздеріңіздің бөлмелеріңіз, занавескісі, кілемі, комоды, айнаға қарайсыз, люстрасы, барлық нәрсе сізге арналып. Мынау сіздің қыздарыңызға арналған бөлме, қызыл жапқыш, люстра, қыздарға әдемі айна және кілемшесі. Бұл ер балдардың бөлмесі, сіздердің ұлдарыңызға арналған. Бұл бөлмеде де люстрамен жабдықталған, кілемі, жапқышы. Бәрі жаңадан ремонтталған, новый обойлаған, есік жаңа. Және де бүгін сіздерге арналған біздің қоныстой дастарханымыз. Мына үлкен қазақ еліне, мұсылман еліне, бәріне үлкен алғысымды білдіремін. Бәріне рахметімді айтамын.
мына осы алып тұрған үйді мен тіпті қазір осы тұрғанның өзінде әлі түсінбей отырмын мен өзім. Оң ба түсім ба? Қазақ елі мына сіздің аманаттарыңызды берген сыйлықтарыңызға үлкен рахмет, қабылдадым. Алғысымды білдіремін. Рахмет сізге. Осы қазақ елінің мейірімділігінің арқасында үйлі болып жатырық, баспаналы болып жатырық. Аллаға шүкір. Бұл кішкентайым енді бүгін бір ай болып 40-нан шығып жатырық. 8-ші бөпем, Алла бұйырса. Бұйырса уже балаларымның өз бөлмелері болады. Қуаныштарында шек жоқ балдарымның. Құрметті қазақ елі, мен бүгін өте қуаныштымын. Себебі сіздер маған осындай әдемі үй сыйладыңыздар. Рахмет бәріңізге. Харекет халықтың қоры.